Каспий теңізінің биологиялық әртүрлілігін сақтауға және су асты туризмін дамытуға көңіл бөлінеді. Ол үшін теңіз жағалауындағы аймақтарға жасанды рифтер құрылады. Сондай-ақ табиғи және рекреациялық аймақтарды қайта келтіру мақсатында 68 мыңға жуық гектарды қамтитын Қызылсай мемлекеттік бағы салынады. Бұл туралы бүгін Каспий теңізін ластанудан сақтау мақсатында қабылданған Ақтау хаттамасының күшіне енуіне байланысты Ақтауда өткен аймақтық кеңесте мәлім болды. Әрі қарай тілші материалында. 2006 жылы 12 тамызда Каспий теңіз аймағын қорғау туралы Тегеран конвенциясы күшіне енген болатын. Осыған орай теңіз аймағы мұнаймен ластанған жағдайда әрекет ету және ынтымақтастық туралы Ақтау хаттамасы әзірленді. Хаттама тек осы жылдың 25 маусымда күшіне енді. Құжат осы уақытқа дейін талқыланып келді. Себебі Каспий аймағындағы 5 мемлекет теңіздің экологиялық мәселесін жеке-жеке шешіп, аймақты қорғау бір ретке келтірілмеген. Сондықтан мемлекетаралық деңгейде Каспий экологиясы туралы кешенді бағдарлама жасалынуы 5 мемлекет тарапынан биыл ғана қолдау тауып, Каспий маңы мемлекеттерінде ратификацияланды. Бүгін 5 елдің өкілі бас қосып, Ақтау хаттамасының әрі қарайғы іс-әрекеттерін талқылады. Протокол по разливам нефти должен способствовать взаимодействию 5 прикаспийских стран. Қол қойылған құжат қабылданған шаралар бойынша тараптарға жауапкершілік жүктейді. Ақтау хаттамасы негізінде Каспий теңізі жерүсті көздерінен ластануын азайту, теңізді мұнаймен ластануын және Каспий теңізінің тиімді мониторинг және бақылау жүйесін құру мақсатында жұмыстар атқарылатын болады. Бұл барлық мемлекеттер үшін тиімді. Жалғыз мемлекеттер ғана емес, мұнайды өндіру және өңдеумен айналысатын жеке секторлар Каспий теңізінің жағалау аумағында кешенді және орнықты пайдалануды жақсарту керек. Бұдан былай, теңіз аумағында төтенше жағдай орын алса, Каспий маңы елдері қажетті шараларды бірлесіп атқарады. Әрбірінің мүмкіндігінше барлық жұмдық күші пайдаланылады. Мәселен, бір мемлекет аумағында мұнай төгіліп, егер техника жетіспей, басқа тараптарға сұрау салынса, олар арнайы техникалардың ең аз санымен қамтамасыз етілуге міндетті болды. Если раньше все прикаспийские государства говорили, и все хорошо говорили в том направлении, что мы хотим, что можем сделать. Маңғыстау облысы үшін бұл үлкен мәні бар хаттама. Бәріңізге аян, облыста адам өміріне пайдалануға болатын бірде-бір өзен жоқ. Енді Каспий теңізінің аумағын ластануына жол берілмейді. Уағдаласушы тараптардың теңіз ортасының кемелердің ластануын болдырмау енді заңды түрде жүзеге асады. Олар қолдасын, қолдамасын бақылауға алатын жақсы болды. Енді біз Каспий аумағында табиғи ресурстардың сақталуын расында қолға алуымыз керек. Нашей области это имеет большое значение. Бұрын Каспий аймағы экологиялық қолдау тетіктеріне зәру болатын. Бүгінге дейін үлкен көлемде экологиялық мониторинг өткізу шаралары қолға алынбай келген. Судың биологиялық жағдай туралы ғылыми түрде дәлелденген деректер де болмаған. Сондықтан Каспий теңізінің биоресурсын сақтау мен қорғау шаралары кенже қалып жүрді. Енді Каспий маңы елдерінің өкілдері Ақтау хаттамасы арқылы осы олқылықтар жойылатын болды деп тарқасты. Әйгерім Ашықбай, Фархат Шаткам, жаңалықтар.